Здравствуйте всем! Сегодня 21 урок. Тема нашего урока – образование, наука, онлайн-образование, чтение книг. Сәлем достар! Бүгінгі сабақтың тақырыбы білім, ғылым, онлайн білім алу, кітап оқу. Давайте начнем. Білім ордасы. Учебное заведение. Білім ордасы. Білім беру. Образование. Білім беру. Ұстаздық ету. Наставлять, поучать. Ұстаздық ету. Жалпы орта білім. Общее среднее образование. Жалпы орта білім. Білімді ұрпақ. Образованное поколение. Білімді ұрпақ. Грант иесі. Обладатель гранта. Грант иесі. Ғылыми мақала. Научная статья. Ғылыми мақала. Жоғарғы көрсеткіш. Высокий показатель. Жоғарғы көрсеткіш. Зерттеуші. Исследователь. Зерттеуші. Қазақ зиялылары. Казахская интеллигенция. Қазақ зиялылары. Қолданбалы. Прикладной. Қолданбалы. Ойлау қабілеті. Способность мыслить. Ойлау қабілеті. Ғылыми жаңалық. Научная новизна. Ғылыми жаңалық. Ғылыми ізденіс. Научное исследование. Ғылыми ізденіс. Жаңалық ашу. Сделать открытие. Жаңалық ашу. Қоғамдық ғылымдар. Общественные науки. Қоғамдық ғылымдар. Ғылыми тұжырым. Научное заключение. Ғылыми тұжырым. Тың тақырып. Новая тема. Тың тақырып. Сілтеме жасау. Сделать сноску. Сілтеме жасау. Ғылыми тәжірибе. Научный эксперимент. Ғылыми тәжірибе. Нобель сыйлығы. Нобелевская премия. Нобель сыйлығы. Зерек. Сообразительный. Зерек. Жаратылыстану ғылымдары. Естественные науки. Жаратылыстану ғылымдары. Әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар. Социально-гуманитарные науки. Әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар. Сілтеме. Ссылка. Сілтеме. Бейне қоңырау. Видеозвонок. Бейне қоңырау. Пайдаланушы. Пользователь. Пайдаланушы. Құжат тіркеу. Прикрепить документ. Құжат тіркеу. Сайтты ашу. Открыть сайт. Сайтты ашу. Электронды почта. Электронная почта. Электронды почта. Файлды жабу. Закрыть файл. Файлды жабу. Тапсырма орындау. Выполнить задание. Тапсырма орындау. Хат жолдау. Отправить письмо. Хат жолдау. Қашықтықтан оқыту. Дистанционное обучение. Қашықтықтан оқыту. Хабарлама жіберу. Отправить сообщение. Хабарлама жіберу. Тапсыру мерзімі. Срок сдачи. Тапсыру мерзімі. Теріс, жағымсыз, отрицательный. Теріс немесе жағымсыз. Оң немесе жағымды. Положительный. Оң или жағымды. Қабылдау. Восприятие. Қабылдау. Кейіпкер. Персонаж. Кейіпкер. Құбылыс. Явление. Құбылыс. Мазмұн. Содержание. Мазмұн. Маңызды. Важный. Маңызды. Бірізділік. Последовательность. Бірізділік. Теріс. Дұрыс емес. Неверный. Теріс. Дұрыс емес. Мойындау. Признание. Мойындау. Растау. Подтверждение. Растау. Заңдылық. Закономерность. Заңдылық. Кітап оқу. Чтение. Кітап оқу. Өлең жазу. Писать стихи.
өлең жазу, оқырман, читатель, оқырман. Жазушы, писатель, жазушы. Сыншы, критик, сыншы. Үміткер, претендент, үміткер. Жоғары дәреже, высокий статус, жоғары дәреже. Балалар әдебиеті, детская литература, балалар әдебиеті. Жинақ, сборник, жинақ. Кітап бастыру, книгоиздание, кітап бастыру. Кітапқа енген, внесен в книгу, кітапқа енген. Кітап баспадан шықты, книга вышла из печати, кітап баспадан шықты. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. На этом наш урок закончился. До свидания.